Салем достар, үлкен киндер сюрприз жасаймыз. Бізге киндердің надписі, шар, ПВА клей, кисточкалар, су, гуашь немесе краска және ақпарақтар керек. Шарымызды үрлеп, ақпарақтарды осылай кесіп аламыз. Киндерді бастаймыз. Бірінші қабатына газет немесе осылай жазылған қағаздарды қолдансаңыздар болады. Қағазды сулап, осылай шардың үстіне жабыстырып шығамыз. Ал екінші қабатын ақ қағаздан ПВА клеймен бір тегіс етіп жабыстырамыз. Үшінші қабаты соңғы қабатын тегіз бір келіп кетіп жасаймыз. Шарымыз дайын, кептіруге кемінде 6 сағатқа қалдыру керек. Немесе бір күнге қалдырсаңыздар, шар жақсы кебеді. Кепкен шар тығыз және өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Ішіндегі шарын жарып алып, сол төбесін қағазбен ПВА клеймен жабыстырып бекітеміз. Енді киндерге оформление жасау ғана қалды. Киндердің жоғарғы жағын ақ түспен бір тегіс етіп бояймыз, кептіреміз. Ал төменгі жағын қызыл түспен бояп, жақсылап кептіріп аламыз. Енді киндердің надписін жабыстырамыз. Надписті өздеріңіз қолдан жазып боясаңыздар да болады. Маған осылай жабыстыра салған оңай болды. Бұл надпистің ссылкасын төменде описанияда қалдырдым. Біздің киндер дайын. Ішіне сыйлықтар, шоколадтар салып, балаңыздың туған күніне ерекше тосын сый және балаларға жаңашылдық ең ерекше сыйлық. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алда талай қызықты видеолар болады.